Ассалаумағалейкум. Бүгін үй жағдайында қалың камера қоямыз, соны түсіндіретін боламын. Хайуач камералары. Біреуін қойдым, бірақ әлі кабель тартылмады бұған. Полный кабель тартып, қалай қосылады, бәрін түсіндіретін боламын. Кейін үйлеріңізде өздеріңіз камераны сатып аласыздар да, регистратор алып, бәрін подключение істей бересіздер. Мынандай 8 жыл ал UTP кабель аласыздар. Зданиянын іші болса UTP, сырты болса FTP деген бір, осының қара түсі болады, далаға арналған. Осының гофрамен жүргізесіздер да. Мындай дуалдармен үстіп қыстырып алып келсеңіздер болады, мынандайлармен. Мынаған хамут қыстырылады жағынан. Ал егер немесе бетон болатын болса, бетонға мынандай варианттар бар. Строительныйдан мынандайлардың гофраға арналған сатылады. Осыны аласыз. Алтылық бурмен тесесіз да дуалға, именно алтылыққа арналған алып. Ана шим кіргізіп қойасыз, дуалға болып ұстап тұра береді. Кабельдің монтажы дайын. Төрт камера дайын. Бәрі қосылды. IP адрестері осы жақтан добавить етіледі. Камераның кабельдері осы бетке келеді. Мынау пойо деп аталады. 8-дік. И осы пойодан аплик деген жер бар. Осыдан регистраторға бір кабель кіреді. Регистратордан VGA кабельмен неге шығады? Мониторға шығады. Сол кезде мынау өзі өйстіп добавить етіп алады. Егер бұлай добавить етпесе, астында тұрады, осылай обновить дейсіз. Осы жерден список шығады. Осымен мынаны таңдайсыз, бәрін таңдайсыз, добавить дегенді басасыз, бұл бәрі дайын болады, и осылай шығады экранға. Осылай қоюға болады. Сіздерге алатыныңызда тек қана мынандай коннектор обжимать ететін обжим деген бар, сондай алу керек болады. Ол примерно флешка магазиндерде 4-5 мың теңге тұрады.